Hayırlı gün, kaldarınız kalay. Осы котлеттің ресептін ұсынамын. Тұздықпен емен жасадым. Видеоның соңына шейін көріңіздер. Жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, өте сочный котлет болды. Пиязын көбірек қосаңыздар, котлет өте дәмді болып шығады. Ортасы бір жақсы піскен. Астына қанша граммнан қанша неден қосқанымды жазып өтемін. Мына нанды суға сала тұрамын. Етті, пиязды турап неткеше суда 5-10 минуттай тұрады. 4 түйін нан бар нәрде. Содан кейін қайнаған суды қойып жатырмын. Фарш 500-700 грамм, 5 пияз, нан содан етілген, 2 жұмыртқа қосам. Блендерде өткізген пиязды. Тартылған дайын фаршты аламын. Осы блендерді сығып аламын. Үгітіп езіп. Sen фаршқа саламын. Чеснок салдым 3-4 штук. Şimdi piyaz, üstüne naan koysam da hazır. Екі жұмыртқа салам. Bir çayına ложка бораш, bir çayına ложка tuz salamız. Dərmiyə qarşı salamız tuzlanmışdır. Annemin maması kanserlik bir diyen etti. Ben işte koydum. Suyu da bir salmışsınız. Kısmıyorsunuz. Mesela жақсылап тұрып араластырамыз. Tuzun bәрін жақсылап осылай мұжып араластырып аламыз. Это құямыз. Осылай салып, бетін жауып пісіреміз, қуырамыз. Асын аударып, аламыз, осылай қызартамыз. Aldırdık.
Енді бетін жабамыз. Міне котлетimiz дайын. Тұзық, күріш. Міне асымыз дайын болды. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі рецепт шыққанша қош сау болыңыздар. Сау болып тұрыңыздар.